Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle TV арнасы. Бүгін сіздерге Парень из пузыря фильміне шолу жасаймын. Здравствуйте. Сегодня я в первый раз вышел в мир. Джеймидің иммунитеті туғаннан бастап нашар болған. Ол 4 жасқа дейін больницада күмбезде қарауда болған. Кейін оны ата-анасы үйге әкеледі. Оның бөлмесі өзгеше болады. Анасы оған ертегілерде басты кейіпкерлер шеңберден шығатын болса, өлетіні туралы ертегілер оқитын. Анасы оған беретін заттың барлығын тамаққа дейін дезинфекция жасап береді. Олар үйге түссіз шарлар енгізді. Себебі Джейми басқа да бөлмелерге ауысу үшін. Жігіттің өзінің жеке гитарасына дейін болды. Көрші балалар оны мазақ қылғаны болмаса, оның өмірінде барлығы жақсы еді. Жігіт ержете бастады. Оның өмірінде көптеген өзгерістер болды. Көрші үйге Хлоя есімді қыз ата-анасымен көшіп келеді. Джейми оны алғаш өз бөлмесінен көрді. Хлояның басқа адамдардан ерекшелігі Джеймиді ерекшелігі үшін мазақ қылмады. Ол жігітке қызығушылықпен, мейірімділікпен қарады. Хлоя достарымен кездесуден соң Ливингстондардың үйіне қонаққа келеді. Джеймидің әкесі оған есікті ашады. Хлоя осы сәтті пайдаланып Джеймидің бөлмесіне барады. Олар сол жерден бір-бірімен жақын танысады. Өздерінің қызығушылықтарымен бөліседі және Хлояға гитарада ойнауды үйретеді. Олар теледидардан болатын бір шоуды жақсы көретіндерін біледі. Джеймидің анасы баласының Хлоямен араласқанын қаламады. Она гордится своими сиськами, так ведь? Қыз Ливингстонның үйіне жиі барады. Ол Джеймимен бірге көп уақытын бірге өткізеді. Олар гитарада бірге ойнап, бірге мейрамдарды қарсы алады. Бір күні Хлоя мас болып келіп, Джеймимен бірге кеш өткізбек болады. Бірақ та ол дезинфекция жасайтын жерден өте алмай ұйықтап қалады. Жігіт қызға ғашық болды, бірақ Хлоя оны жақсы көре ме, оны түсінбеді. Солай жүріп, Хлояда жігіт пайда болды. Ол жігіт өте жағымсыз жүргіш және музыкант еді. Жігіт Джеймиге Хлояны сені аяп, көңіл бөлу үшін ғана келеді дейді. Джеймидің анасы да оны растайды. Джейми қыз бен жігітті бітіру кешінен шығарып салады және олардың есік алдында сүйіскендерін көреді. Джейми Хлояның төсекте үйленбей жатып бірге болмайтынын білетін. Бір күні Марк Хлояға ұсыныс жасайды. Қыз Джеймиге осы туралы айтуға келеді. Ол тойдың Ниагара сахарасында болады дейді. Жігіт оған салқын қанды болып қоштасып кетуін өтінеді және де сыйлықтарын қайтарады. Хлоя оған ашуланып, қолына тағы да бір нәрсе беріп кетеді. Джейми оны ашып қараса, қар добы екен. Ішінде Хлояның сезімін білдіргенін көреді. Джейми осы сәтте Хлоямен бірге болудың соңғы мүмкіндігі Ниагара сахарасына барып тойды тоқтату керек дейді. Ол далаға шығу үшін шарды жасайды және де керекті заттарын дайындап жоспар құрады. Джейми сыртқы әлемге жалғыз өзі бірінші рет шыққасын, оған барлығы қызық еді. Ол өзінің жүгіргеніне қатты қуанады. Ол ең бірінші автобусқа билет сатып алмақ болады. Бірақ та оған ақшасы жетпейді. Ол енді жаяу жүруді шешеді. Бірақ жігітті жолда көңілді сектанттар қағып кетеді. Олар Джеймиден кешірім өтіну үшін өздерімен бірге алып кетеді. Олар Джеймиге өздерінің діндері туралы айтады. Бірақ та Джейми оларды тыңдамағасын, олар жігітті айдалаға түсіріп кетеді. Бұл сәтте Джеймидің ата-анасы жігіттің үйде емес екенін біледі. Олар полицияға хабарласады. Бірақ та олар 48 сағаттан соң ғана ересек адамды іздейтіндерін айтады. Сондықтан Ливингстондар баласын өздері іздеуге шығады. Олар автобус аялдамасына келіп, Джеймидің Лас-Вегасқа кеткенін біледі. Джейми ұзақ жол жүріп, жолдан мотоциклі бұзылған байкерді көреді. Жігіт оған көмек береді, ал байкер Джеймидің әңгімесін естіп, оны өзімен бірге алып кетеді. Сектанттардың барлығы жиналады. Олар өздерінің басшысына келеді. Олардың бастығы оларға жақында миссия келеді. Ол шарда болады дейді. Біз оны босатуымыз керек дейді. Оған бағынбағандар мутантқа айналады және де өзге ғаламшарларға қуылады дейді. Автобуста болған сектанттар Джеймиді миссия деп ойлайды. Олар енді Джеймиді қайта тауып қайтаруды ойлайды. Джейми Лас-Вегасқа келеді. Ол казиноға келіп көңіл көтереді. Бірақ та ол өзінің уақыты босқа кетіп жатырғанын түсінеді. Ол байкер кеткен кезде оған көрінбей, лото самокатпен бірге мініп кетіп қалады. Ал байкер болса оны таба алмай қалады. Байкер көшеге шығады. Осы сәтте ол сектанттарды көреді. Ол сектанттардан Джейми үшін өш алмақ болғанда, олар оның мотоциклін бұзып кетеді. Жолда Джейми ата-анасын кездестіреді. Жігіт олардан қашамын деп жолдан шығып апатқа ұшырап, пойыздан бір шығады. Таңертең Джейми оянса, цирк қызметкерлерін көреді. Олар бастығы Фрэнктен қорқатынын айтады. Солай олардың бастығы ергежейлі болып шығады. Джейми мен ергежейлі Фрэнк бір-бірімен керісіп жатырғанда жерге құлап талып қалады. Цирк адамдары жігітті жаңа басшы деп артынан ереді. Бірақ Джейми жалғыз кететінін айтады. Олар қалады.
бірақ та көпке дейін емес еді. Оның артынан қайтадан жүреді. Джейми Хлояға асығады. Солай жолда кафеге тоқтайды. Жігіт онда тұрғындар мен көлік жүргізушілер үндіс жігітті мазақ еткенін көріп, оларға қарсы шығады. Олар жігітке тимек болады. Оның иммунитеті жоқ екенін көреді. Олар оны вирус деп ойлап қашады. Иммунитет? Какой еще к черту иммунитет? Я убираюсь отсюда. Солай қақтығыстан кафеде өрт алады. Джейми үндіс жігітпен бірге фургонға мініп қашып кетеді. Ливингстонда докторға келіп, олар балалары туралы сұрайды. Ергежейлі Фрэнктен жігіттің қайда екенін білемін және де адамдарды қайтару үшін бірге барамын дейді. Джеймидің анасы Хлояға жігіт саған кетті деп телефон шалады. Ливингстондар ішке отырғанда олардың машинасын цирктегі қызметкерлер алып кетеді. Үндіс пен Джейми жолда келе жатырып сиырды қағып кетеді. Үндіс жігітке уәдесін ұмытып сиырды қағып кеткеніне көңілі түсіп, бар ойы соған бөлініп кетеді. Солай Джейми өзі жалғыз кете береді. Ливингстон мен доктор өзге көлікті ұрлап кетеді. Джеймидің артынан Слимнің байкер достары да жүреді. Олар үндістің көлігінен балмұздақ жеп тұрады. Осы уақытта сектанттар мотоциклдерді қағып кетеді. Байкерлер үндістің көлігін алып сектанттарды қуалайды. Джейми кешкісін қалаға келеді. Ол таксиге келіп Ниагарға бару үшін 500 баксқа келіседі. Джейми ақша жинап алу үшін барға келеді. Ол ласуда екі қызбен төбелеседі. Солай жігіт өзінің ақшасын алып далаға шығып келе жатырғанда алдынан сектанттар оны ұстап алады. Артынан цирк адамдары келеді. Солай қарбалас басталып кетеді. Жігіт таксиге отырып үлгереді. Такси шал оған көп жылдар бойы араласпай кеткен ағасының бар екенін айтады. Таңертең Джейми шалды өліп қалды деп ойлайды. Ол машинадан түсіп магазинге келеді. Сол жерден телефон арқылы Хлояға хабарласады. Телефонды Марк алады. Ол тағы да Хлояның саған жаны ашығынан араласқанын айтады. Енді хабарласпа дейді. Жігіт цирк бастығына өзінің жұмысқа ал деп хабарласады. Джейми Хлоя үшін күресуді қоямын деп ойлайды. Телефонды анасы алып жігіттің қайда екенін біліп, ергежейлі бастықты көліктен жүріп кетеді. Жігітке ата-анасы келеді. Әкесі оған Хлоямен бірге болуға кеңес береді. Жігіт қайта жүгіреді. Солай жігіттің артынан ата-анасынан басқа жолда танысқан жаңа таныстары да бірге жүгіреді. Джейми ұшқалы тұрған ұшаққа отырып үлгереді. Пилот таксидің ағасы болып шығады. Ол жігітті Ниагар сарқырамасына әкеледі. Жігіт Хлояны көреді. Той болуда. Хлоя иә деп жауап беруге асығар емес. Дәл осы сәтте оны өзінің біреу тоқтатқанын қалайды. Солай Джейми де жетеді. Тойды тоқтатады. Хлоя қуанады. Марк ол сені шарикте отырып бақытты ете алмайды дейді. Джейми оны сүйетінін дәлелдеу үшін шардан шығып Хлояны сүйіп талып қалады. Кейін ата-анасы да келеді. Анасы жылайды. Әкесі сабыр сақта дейді. Ол әйеліне шындықты қабылда деп айтады. Джейми оянады. Анасы оған баланың иммунитеті ауруханада қалпына келгенін айтады. Әкесі мен анасы баласын бұл әлемнен қорғау үшін осылай жасағандарын айтады. Сол себепті бактерия оны өлтіреді деп қайта-қайта айта берген. Джейми есін жиып орнынан тұрады. Ол ата-анасына ренжімеді. Керісінше Хлоямен қалыпты өмір сүре алатынына қуанды. Олар үйленеді. Джейми жолда кездескен таныстарының барлығын шақырады. Индустар, сектанттар, цирк қызметкерлері, байкерлер және де клубта бірге болған достарын. Олар көлікке отырса таксидегі шал екен, ал қасындағы ағасы да бар, және де көп жыл бұрын ұрысқан Қытай әйелі де бар екен. Солай барлығы жақсы аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз біз үшін үлкен көмек болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.